Сирияда мұсылмандар Израиль премьері Нетаньяхудан көмек сұрады. Тіпті ақш пен Ресей де бірігіп бұл елде не болғанын бірге анықтайық деп отыр. Не болғанын айтып берейін. Соңғы күндері Сирияның батысындағы Латакия провинциясында қақтығыстар болып жатыр. Осы оқиғалардың салдарынан мыңнан астам адам қаза тапты. Оның ішінде 830-ы бейбіт тұрғын, құрбандардың көпшілігі алауиттер мен христиандар, яғни Сириядағы діни азшылық өкілдері. Бұл қақтығыстардың негізгі себептері туралы ақпарат әртүрлі айтылып жатыр. Бірақ біз негізгі деген газет журналдарда шығып жатқан себептеріне тоқталайық. Сириядағы жаңа билікке қарсы күштер мен радикал топтар бұл аймақта шабуылдар ұйымдастырған. Сарапшылардың айтуынша Латакиядағы бұл оқиға этникалық және діни негіздегі қырғынға айналып бара жатыр. Алауиттер исламның шииттік бағытына жататын діни топ. Олардың негізгі сенімдері шииттік имамдық жүйеге негізделгенімен белгілі бір ерекшеліктері бар. Сондықтан оларды кейде исламның ерекше тармағы деп санайды, немесе тіпті исламға жатқызбайды. Олар ораза, намаз және қажылық сияқты дәстүрлі исламдық рәсімдерді өзгеше орындайды. Бұл олардың мұсылман әлемінде оқшаулануына себеп болған. Елді жарты ғасыр билеген Асадтар режимі Сириядағы алауиттердің рөлін күшейткен. Ол елді сүннит көпшілігінен шыққан оппозициядан қорғау үшін алауиттерді әскер мен барлау қызметтеріне көптеп тартты. Ал Башар Асад тақтан тайған соң олардың көпшілігі жұмыссыз және нәпақасыз қалып қойған. Енді мәселенің маңызы сонша, ақш пен Ресей алғаш рет бірігіп Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінен жедел консультациялар өткізуді талап етті. Бұған дейін Ресей мен ақш Сирия мәселесінде қатты қайшылықта болған, бірақ бұл жолы екеуі де бейбіт тұрғындарға жасалған шабуылдарға назар аударып отыр. 7 наурызда жаңа президент Ахмад аш-Шара мәлімдеме жасады. Болған оқиғаға Асад режимінің қалдықтары кінәлді. Алайда екі жақтан да кінәлілерді тауып, жазалайтын комиссия құруға уәде берді. Ал осы оқиғадан кейін алауиттер басқа емес, Израиль билігінен көмек сұрады. Ал олар өз кезегінде Еуропа лидерлері осы мәселеге назар аудару керек дейді. Өзекті маңызды жаңалықтарды Ақылтай Ньюс ақпарат арнасынан алыңыздар, сілтеме профильде.